Емесіздер ме? Бүгін біз өте дәмді, өте керемет, көп уақытты алмайтын, өте дәмді самса жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен осындай 600 грамм ұн қажет. Онда електен өткізіп аламыз. 350 грамм маргарин, менде щедровелета, масло да бола береді. Яғни сливочный масло дейді ғой, сондай да бола береді. Уксус, менде 70% уксус, 9% уксус болады. 9% уксус болғанда 1 шайный ложка қосасыздар. Ал 70% болған кезде жарты шай қасық қосасыздар. Қара бұрыш, тұз, және мына жерде айта кететін мұздай холодильниктен шыққан тұзды су. Мен бұл суға 1 шай қасық тұз қосып холодильникке салып қойдым 1 сағатқа. Сосын тұз, 2 пияз және фарш. Бұның начинкасы өз еріктеріңізде. Енді мінекей бірінші банаға холодильниктен шыққан мұздай тұзды суымызға жарты шай қасық уксус салып бір жерге қойып қоямыз. Енді маргаринді ұнға араластырып, яғни теркадан өткізіп, ұнға араластырып теркадан өткіземіз. Мінекей осылай теркадан өткіземіз. Өте керемет болып шығады. Міне осындай қамыр шықты бізде. Енді ортасын ашып, жаңағы уксус, тұз қосылған мұздай суымызды аз-аздан қосып қамыр илейміз. Қамырды қатты қыспаймыз, қатты баспаймыз, осылай жаймен жай араластырамыз. Дайын болған қамырларды сәл ғана қысамыз да пакеттің ішіне саламыз. Пакеттің ішіне салып, тығыздап, басып, осындай 4 бұрышты қыламыз да холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Холодильниктен алып осылай жаямыз да, бұны 2-ге бүктеп, ортасынан кесіп, тағы жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей 1 рет бүктедім, енді 2-ші рет бүктеймін. Енді ортасынан кесемін да, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямын. Бұл дайын болам дегенше мен начинкасын дайындаймын. Жасаңыздар, өте керемет, көп уақытты да алмайды. Үйіңіздегі, мектептегі қыздарыңыз да жасай алады. Өте дәмді шығады. Жайып, ортасына май жағып жүрмейсіздер. Келесі бізде фарш. Бұл жерде майлы фарш. Сиырдың етінен жасалған. Осыған қара бұрышымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Бұл дәмдеуші өздеріңізге байланысты дәміне қарай сала бересіздер. Тұзымызды саламыз. Және де мантының приправасы болса, мантының приправасын салсаңыздар да болады. Пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді холодильниктен дайын болған қамырды алып, бұны жаямыз. Жұқалға әртүрлі бола берсін. Қалың қыласыздар ма? Жұқа қылсаңыздар да бұл өте дәмді болып шығады. Шет жақтан түзулеп кесіп аламыз, оларды пайдаға жаратамыз. Осылай 4 бұрыштап кесіп аламыз да фаршымызды салып, 200 градуста піскенше пісіріп аламыз. Әркім пеші әртүрлі, пештеріңізге қарай саласыздар. Түрі қызарған. Бізде осындай керемет самса шығады. Өте қытырлы, өте керемет. Мұздай болса да, ыстық болса да өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.